Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Рамазан нанын пісіреміз. Өте жұмсақ, дәмді бұл түріктің ұлттық нанын сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше нанымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен бос ыдысқа 1 стакан жылы су құямыз. Үстіне 2 шай қасық қант салып ерітеміз. Қант аздап еріген соң үстіне 30 грамм ашытқы саламыз. Менде тірі ашытқы, сондықтан мен 30 грамм салып жатырмын. Ал егер сізде тірі ашытқы болмаса, оның орнына құрғақ ашытқыны қолдансаңыз болады. Құрғақ ашытқыны 10 грамм саламыз. Ашытқыны суда ертіп болған соң, үстіне 1 стакан жылы сүт, 1 жұмыртқаның ағы және 30 грамм ертілген сары май саламыз. Үстіне жарты немесе 1 шай қасық тұз саламыз. Ал содан соң 5 стакан еленген ұнды аздап салып отырып илейміз. Нан илеп жатқанда ұнды 5 стаканнан көп немесе аз қолдануымыз мүмкін. Себебі әр ұнның тығыздығы мен ылғалдығы әртүрлі болады. Және де бұл Рамазан наны басқа нандарға қарағанда ерекшелігі өте жұмсақ болады. Сондықтан ұн салған кезде аз-аздан салып отырып илеу керек. Яғни ұнның барлығын бірден салуға болмайды. Қамырды жұмсақ етіп илеп болған соң, 1 немесе 2 шай қасық өсімдік майымен тағы да илейміз. Міне, бізде осындай жұмсақ қамыр иленді. Енді қамырды 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл қамыр ашығаннан соң қолға жабысқақ болып тұрады. Сондықтан қамырмен жұмыс жасамастан бұрын қолды өсімдік маймен майлап алуға кеңес беремін. Қамырдың ішіндегі ауасын кетіріп, аздап илеп аламыз. Содан соң қамырды 2 бөлікке бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Пергамент қағазының үстін аздап майлап, дайын болған қамырларды жайып шығамыз. Майдың орнына ұн себуге де болады. Әрбір қамырды 1-1,5 сантиметр қалыңдықта жаю керек. Жайылған 2 қамырдың бетін жауып, тағы 15 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында біздің қамырымыз тағы да осылай көтерілді. Енді қолымыздың саусақтарының ұшын өсімдік майымен аздап майлап алып, нанның бетін видеода көрсетілгендей етіп безендіреміз. Мен нанның бетін 4 бұрышты етіп безендіріп жатырмын. Сіз өз қалауыңыз бойынша ромб түрінде безендірсеңіз болады. Сары жұмыртқаның үстіне 2-3 шай қасық сүт құйып, араластырып, қамырдың бетіне жағамыз.
Бетін күнжітпен безендіреміз. Ал енді дайын болған нанды 180 градус температурада қызып тұрған духовкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Бірінші нанның пісуіне 10 минуттай уақыт қалған кезде, екінші нанды безендіре бастаймыз. Содан соң оны да пісіріп аламыз. Міне, біздің рамазан нанымыз да пісті. Бұл нанның ерекшелігі өте дәмді және де ұзақ уақыт бойы жұмсақ болып тұрады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге рецепт пайдалы әрі қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал егер жаңа рецептерді осы каналдан бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып қалдырсаңыз болады. Келесі кездескенше.